Сүйген жарыңды кемсітпе, ол сенің тағдырыңды көтеріп тұрған тірегің. Сүйген жар тағдырдың саған берген ең ұлы аманаты. Ол сенің қуанышыңа ғана емес, үнсіз мұңыңа да ортақ. Сен әлсірегенде тіреу, сен сүрінгенде сүйеу болған жан. Жарыңды кемсіту, берекені үйден өз қолыңмен шығарумен тең. Сабырды сынау, махаббатты жаралау, тағдырды теңселту. Ауыр сөз ізсіз кетпейді, ол жүректе жара болып қалады. Ал ол жарадан үйдің жылуы азаяды. Баланың жанары солғын тартады. Нағыз мықтылық дауыс көтеруде емес, жарыңды барынша қолдап, құрметтеп, мейіздей мейірім білдіруде. Нағыз ерлік үстем болуда емес, құрмет көрсете алуда. Сондықтан қамқорлық пен жанашылық болған кезде бақыт болады. Бақыт бағаланың басында, қадірлегеннің қасында. Жарың сенің әлсіз тұсың емес, ақиқатында ең мықты тұсың. Сондықтан оны бағалау керек, кемсітпеу керек, сол күшіңді азайтпауың керек. Сен шаршағанда шыдаған, сен үндемегенде түсінген, сен құлаған кезде де қасыңнан кетпеген ең асыл жарың. Сыйластық бар үйде, ақиқатында тыныштық бар. Құрмет бар үйде, құт бар. Жарды қадірлеген шаңырақта ұрпақ та түзу өседі. Есіңде сақта, жарыңды кемсіту, өзіңді кемсіту. Жарыңды көтеру, тағдырыңды көтеру. Сүйген жарыңды кемсітпе, ол сенің тағдырыңды көтеріп тұрған тірегің. Махалап торы Әбіл Бәшер Қиниетұлы. Мен айтам ғой, сүйген жарыңды кемсітпесең, боқтамасаң, орынсыз қызғанбасаң, әйелің саған ата-анаңнан да мейірімді өмірлік дос бола біледі. Егер көпшіліктің алдында әйеліңді кемсітсең, ұл-қызыңның көзінше боқтасаң, қызғаншақтық қатал болсаң, ол сенің қас дұшпаныңа айналады. Кейбір дұшпандарың, сен кейбір дұшпандарыңмен жылап көрсететін боласың. Сол үшін әйеліңді қадірле. Бұл менің жеке пікірім.